Ассалаумағалейкум, қайырлы күн тағы да қазақ елі, амансыздар ма? Күндерің сәтті өтсін, берекеге толы болсын. Сізде үміткеріңіз бар, қателеспесем? Жоқ, үміткер жоқ менде. Сол үшін келді, иә, алдында? Үміткер келді, тоқтаған болатын таныстар. Енді алдағы уақытта үміткер күтеміз. Мен таңдап келем десеңіздер, міндетті түрде Қостанай жобасына хабарласыңыздар, мен сіздерді күтем. Егер талғамыма сәйкес келетін бір ару келетін болса, осы жерде таныстығымызды жалғастырып көрейік. Және сұрақ, сіз үшін махаббатта ең қорқыныштысы не? Сенбеу. Бір-біріне деген жауапсыздық ең қорқынышты нәрсе ол. Егер арада бір-біріне деген сенімсіздік болса, одан артық қорқыныш жоқ деп ойлаймын. Сол ғой ең қорқыныштысы негізі. Бір-біріне сенбей ара қатынас жалғасатын болса, ол менің ойымша араға бір іріткілер көп салады, неше түрлі ойлар салады уже. Сол үшін ара қатынас тоқтайды. Сол үшін екі жақтан бірдей бір-біріне сеніп, бір-біріне айтқанына көніп жүреді. Махаббатта реніш ұзақ сақталу керек пе? Жалпы адам баласы 3 күннен артық ренжіп болмайды дейді ғой. Онда 3 күн ғой, ары кетсе. Махаббат болған жерде негізі бір-бірін сіз бір күнде шыдай алмайды ғой. Ұрсасың, бірақ кеше таман оны ойлап жатасың да, сол күн сірә жараспай керек деп ойлаймын. Бірақ кетеміз енді, адам болғанда эмоцияға беріліп кетеміз ғой. Сол айтатқаным сол 3 күн ары кетсе, 3 күннен кейін адам бір ақылға келеді ғой. Бір жағынан ашуға беріліп, сонша құрған махаббатты, сонша энергияны жұмсайсың мысалы, күнде уақытың кетті. Просто тупо жібере салуға да болмайды да. Сол үшін күресіп көру керек. Ол 1 ай, 2 ай күрескеннен кейін болмаған кезде барып ажырау керек. Көбісі қазір сәл бір нәрсе болса кетіп қалады ғой. Соны дұрыс деп құптамаймын меніңше. Түсінікті, рахмет. Бізге де махаббат жоқ болсын. Ислам сүйген адам үшін өзгере ала ма? Өзгере алам. Өзгере алам, Барлық жағынан. Егер де ол адамды мен өзімнің болашақ жарым ретінде көріп тұрсам, олсыз маған өмір жоқ екенін түсініп тұрсам, барынша сол адамға ұнауға, сол адамға өзімді жақсы жағынан көрсетуге барынша тырысам. Және ислам үшін махаббатта ең қорқыныштысы не? Ең қорқыныштысы меніңше бірін-біріне деген сенімсіздікте. Өйткені ол адамға сенсең, сен 100% оған сенімді болып жүресің. Қасында жүрсе де, жалғыз жүрсе де. Ал егер де бір-бірлеріңе деген сенім ортада болмаса, қызғаныш та содан туады, бірін-бірін іздеу, қызғану, бірін-бірімен ұрысу, қырылу, барлығы сондай нәрселерден шыққаннан кейін ажырасуға келіп соғады. Мен осы ажырасу нәрсесінен қорқам, егер отбасы болып жатқан кезде осындай нәрседен қорқам. Сол үшін ең бастысы адам бір-бірімен мінезі сәйкес келіп Задний двор. Мынау Алиба мен Чинканың байлықтары. Алиба мен Чинканың байлықтары деймін. Богатство немеренные. Мен жолда 80-нен берем, 80-нен берем. 80-нен кім алады? 60-тан ғой? Жоқ, 80. Бәрі 60 дейді. Ал төмен жаққа апарып өткізсек, 90-100 теңге. Ол алып кететіндер ғой, 60 теңгеден алып олар өткізеді ғой 100 теңгеден. Вот, мыс. Бәрі бар. Вся таблица Менделеева. Темір, мыс, тағы не бар? Қола. Бәрі ауыр. Чугун. Чугун? Вы меня поняли. Кешті қайда, присутствует.